Румыния мен шекара маңындағы стратегиялық Трансбалкан газ құбырының жанында дрон жарылғаннан кейін Украина Болгарияны нысанаға алғанын жоққа шығарды. Болгария қорғаныс министрлігі дронның Украина әскерилері кеңінен қолданатын түрі екенін хабарлады. Бұған жауап ретінде Болгария сыртқы істер министрі дүйсенбі күні Украина елшісін кездесуге шақырды. Украина сыртқы істер министрлігінің өкілі әскерилер бұл оқиғаны зерттеп жатқанын, бірақ Болгарияны әдейі көздемегенін айтты. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр. Не мога да кажа със сигурност за какво безпилотно летателно средство става въпрос, тъй като не само тече разследване, но и все още не е установено. Жарылыстан ешкім зардап шеккен жоқ. Дегенмен, Болгария премьер-министрі Румен Радев дронның ауыр жарылғыш зат тасымалдағанын мәлімдеді. Дрон Түркия, Болгария, Румыния, Молдова және Украинаны байланыстыратын халықаралық энергетикалық хаб Трансбалкан газ құбырының компрессорлық станциясынан бар жоғы 1 шақырым жердегі күнбағыс алқабына құлаған.